Оның үстіне Алеп те қойларды білдірмей ары-бері айдай берді. Қонақтар киелі қошқарды көре алмай әуреге түсті. Онан қарған қожайын: «Алеп қарағым, ана мүйізі ерелен қошқарды бері әкелші, қонақтар жақыннан көрсін», деді. Осыны күтіп тұрған Алеп қошқарды жүнінен жұлқа тартып ұстады да қошқардың артқы аяғын жоғары қарай қатты көтеріп қалды. Сырт еткен дыбыс шықты. Қошқардың артқы оң аяғы сынып кетті. Қошқар маңырап алдыға қарай ентелей құлап түсті. Сынған аяғы қамшының бауына ұқсап салбырады да қалды. Мұны көріп тұрған қонақтар да, құлдар да шу ете түсті. Тек шайтан ғана балаша қуанып билей жөнелді. Қожайын қабағын түйіп, қатуланып, басын төмен салып, үндемей тұрды. Жұрттың бәрі оған қарап, енді не істер екен десті. Қожайын үстіндегі шаң тозаңды қаққысы келген адамдай иығын сипалады. Сосын басын көтеріп, көкке қарап тұрды. Бір кезде бетіндегі әжімдері жұмсарып, сәл күлімдеді де Алепке қарап: «Ей, Алеп, бүгін сені түлен түртті. Ол мені ашуландыр», деп азғырды. «Бірақ менің қожайыным сенікінен күштірек қой. Бәрібір мені ашуландыра алмады. Керісінше, мен сенің шайтаныңды ызаландырайын. Ол мені сабырын жоғалтады деп күтіп тұр ғой. Ендеше оған сабақ болсын. Мен сені жазаламаймын. Алепжан, саған еркіндік беремін. Мына қонақтарым куә болсын. Менен қалаған затыңды, қалаған ақшаңды алып, қалаған жағыңа жүре бер», деді. Бұл бәрі күтпеген жағдай еді. Құлдар қожайынның мінезіне онан сайын риза болды. Ал Алеп болса өзіне ұялып жерге қарады. Қонақтар да қожайынның ерлігіне таңғалып үйге кіріп бара жатты. Ал азғырушы шайтан тістерін қышырлатып, құйрығын тістелеп шыңғырып жіберді. Көзі мен құлағынан от шығып, шашын бір талдап жұлды. Ішінің қыз-қыз қайнағаны соншалық жарылып кетуге шақ қалды. Біреуге ашу тілеп, соған өзі жанып жатқандай болды. Бір кезде талдан аяғы тайып кетті де жерге құлап түсті. Шарасы таусылып, жерді қазып, ішіне кіріп жоқ болып кетті.